Қайырлы күн, құрметті комиссия отырысына қатысушы бар. Қайырлы күн, комиссия төрағасы, комиссия мүшелері. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Комиссия отырысына қатысушы бар. Естіліп тұр ғой, да? Бүгін біз 2024 жылғы 27 мамырда жарияланған Атырау облысы кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы инфрақұрылымды инновациялық жобаларды дамыту бөлімінің бас маманы бала күтім демалысында негізгі қызметтердің орны 2025 жылғы 7 мамырға дейін уақытша бос тұрған мемлекеттік әкімшілік лауазымына әңгімелесу өткізетін боламыз. Аталған лауазымға құжат тапсырған кандидаттардың саны 1, жалпы 1 кандидатпен әңгімелесу өткізетін боламыз. Құрметті Перизат Таңатқызы, конкурс ережесіне сай сізге бекітілген сұрақтар қойылады. Сонымен қатар сізге ескерте кетейін, әңгімелесу барысы бейне таспаға түсіріледі және әңгімелесуге байқаушы қатысып отыр. Сонымен бірге сізге тіл талдау құқығы берілетін болады. Әңгімелесуді бастамас бұрын комиссия қатысшысы сізді комиссия мүшелерімен және байқаушымен таныстырады. Рахмет. Қайырлы күн, комиссия төрағасы Әміров Серік Саматұлы, Атырау облысы әкім аппараты басшысының орынбасары, комиссия мүшелері Хасанов Болымбет Максимұлы, Атырау облысы кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының басшысы, Жұмағазиева Жанаргүл Сәлімгерейқызы, Атырау облысы әкім аппараты персоналды басқару қызметінің басшысы, Шаяхметова Гүлзамира Бибозқызы, Атырау облысы әкім аппараты бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы, Кашафиденов Жарқынбек Азидоллаұлы, Атырау облысы әкім аппараты бақылау және талдау бөлімінің бас инспекторы. Сонымен қатар бізде байқаушы қатысып отыр. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Атырау облысы бойынша департаменті мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы Нұрмұханов Диар Мақсотұлы. Рахмет. Перизат Таңатқызы, сізге сұрақтарды қай тілде қойған? Қалайсыз? Қазақ тілінде. Қазақ тілінде ма? Онда сонда сұрақтарымызға көшейік. Бірінші сұрағымды мен өзім қояйын. Перизат Таңатқызы, инновациялық қызмет дегеніміз не? Жалпы инновация бұл жаңашылдық деген ұғымды білдіреді. Инновацияны құруға бағытталған қызмет деп білеміз. Яғни қызметтің түрлері бар. Ол ғылыми инновация болуы мүмкін, технологиялық, әдістемелік, шығармашылық, коммерциялық, ұйымдастырушылық тағы да бағыттағы инновациялық қызметтер болады. Рахмет. Индустриалдық аймақ қандай мақсатта құрылады? Индустриялық аймақ өңірлерде кәсіпкерлікті дамыту үшін, оларды жаңа инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үшін мақсатында құрылады. Келесі сұрақ, Перизат Таңатқызы, мемлекеттік индустриялық аймақтар қандай түрлерге бөлінеді? Мемлекеттік индустриялық аймақтар өзінің жаңа көлеміне қарай республикалық маңызы бар индустриялық аймақтарға, өңірлік маңызы бар индустриялық аймақтарға және шағын индустриялық аймақтарға бөлінеді. Осындай үш түр бар. Саламатсыз, келесі сұрақ. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларының міндеттері қандай? Енді арнайы экономикалық аймақ құрылғанда міндетті түрде оның басқарушы компаниясы бекітіледі. Сол басқарушы компанияға қатысушысы міндетті түрде жыл сайын өзінің есептілігін тапсыру қажет. Және сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өзінің қызметін жүзеге асыруға тиіс. Сонымен қатар жаңа жүзеге асыруға бағытталған келісім шарт негізінде іске асыру керек қызметін. Келесі, ерекше индустриялық аймақ мәртебесінен айыру кімдердің шешімімен жүзеге асырылады? Ерекше индустриялық аймақтардың
мәртебесін беру, олардың жаңа тұжырымдамаларын бекіту, сонымен қатар олардың мәртебесінен айыру, ол жаңа жергілікті атқарушы органның құзыретінде. Болдық па сұрақтарымызға? Президент жауаптарымызға рахмет. Егер де әңгімелесудің оң қорытындысын алсаңыз, комиссия қатысушысы 2 жұмыс күні ішінде сізге хабарлайды. Байқаушы тарапынан ескертулер бар ма? Тағы да қайырлы күн, комиссия төрағасы және комиссия мүшелері. Конкурс отырысы 40-шы беп қағида талаптары сақтала отырып өткізілді. Байқаушы тарапынан ұсыныс пікірлер ескертулер жоқ. Рахмет. Сау болыңыздар. Ой болса комиссия отырысы жауаптап жариялай. Рахмет, қанысқа.